Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Қазіргі таңда хит болған восточный пирог дайындап көрсететін болам. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыз. Алдымен ұнымызға маргаринімізді салып, песочный тесті болғанша жақсылап біркелкі араластырамыз. Үстіне шекерімізді, қамыр қопсытқышымызды және бір жұмыртқамызды салып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Және осы дайын болған қамырымызды 10 минутқа тындырып қоямыз. Дайын болған қамырымызды осылай алдын ала майланған формамызға салып, біркелкі етіп жайып шығамыз. Ортасын көтеріліп кетпес үшін вилкамен кесіп қоямыз. Енді салмасын салатын боламыз. Мен салмасына үйдегі бар заттарды пайдаландым, бірақ сіздер өз қалауларыңызша салсаңыздар болады. Грецкий орешка салуға болады. Салмаларымызды біркелкі орналастырамыз және үстіне сгущенкамызды құйып, біркелкі болғанша жайып шығамыз. Енді осы пирогымызды 180 градус алдын ала қызып тұрған пеште 30 минутқа пісіріп аламыз. Хит пирогымыз дайын, дәмі өте керемет. Міндетті түрде менің рецептім бойынша жасап көріңіз. Егер видеом ұнаса, YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыз. Ас болсын!